Теңіз кен орнындағы жұмысшылардың құқықтарын қорғау үшін ең алдымен мұндағы мекемелердің барлығында кәсіподақ болуы тиіс дейді Атырау облыстық кәсіподақтар орталығының төрағасы Үстірған Баймұханов. Оның айтуынша, мұнда еңбек етіп жатқан 40 мыңға жуық адамның тек 12 мыңы ғана кәсіподақ құрамында тұрған көрінеді. Мен бұл мәселе жөнінде әкімге де жинадым, бүкіл басшылардың 7 мекеменің басшыларын әкімге жинап, бұл жерде айттым. Тұрақтылық керек пе, тұрақты кәсіпорын керек пе, тұрақты қоғам керек пе, тұрақты ел керек пе, кәсіподақ құрыңыздар. Кәсіподақ құрсаңыздар, біздер жұмысшылармен тікелей өзіміз сөйлесеміз. Сіздердің араларыңызда мынандай түсінбеушілік болмайды. Сіздер өзіңіздің өндірістеріңізді біліңіздер. Адамдармен біз жұмыс жасаймыз, солардың атынан сіздермен келіссөздерді өзіміз жүргіземіз деген тұжырымға келдік. Сонымен қатар биыл кәсіподақ ұйымдарының арқасында 50 мұғалім шипажайда тегін демалуға мүмкіндік алған. Одан бөлек білім беру мекемелері қызметкерлерінің балалары да жазғы демалыспен қамтамасыз етілген. Білім және ғылым қызметкерлерінің кәсіподағы педагог мәртебесін арттыру мақсатында заңға өзгерістер енгізуге ұсыныс та тастаған көрінеді. Бұрын Қазақстанның еңбегі сіңген мұғалім дейтін атақ болды. Ол атақ кейін жойылып кетті. Ол атақталған кісілерге еңбек ақысына сол есеппен мөлшерлеп ақша қосылды. Енді Қазақстан осы заң жобасының аясында Қазақстанның сол атақ қайтадан қалыпқа келтіріп жатыр. Құдай қаласа, осы күзде деді, кеше осы қазан айының ішінде қазір мәжілісте жатыр. Мәжілісте талқыланған кейін желтоқсанда, қараша айында сенатқа түседі. Құдай қаласа, сол желтоқсанда біздің республиканың президенті қол қояды деген жолдамасымыз бар. Жыл басынан бері кәсіподақ орталығындағы татуласу кабинетінде 100-ге жуық еңбек жанжалы шешіліпті. Сондай-ақ облыстық кәсіподақтар комитеті Арыс қаласында зардап шеккендерге 400 мың теңге көлемінде қаржылай көмек көрсеткен. Жанаргүл Бейсенова, Динара Жоламанқызы, Арзу Қарашева, Айбек Жаңай, Каспия Ньюс.